Саламатсыздар ма? Менің есімім Тілеген болады. Мен сату отделінің бас маманы болып табыламын ML Engineering компаниясының. Біздің компания Қазақстан бойынша технологиялық сұйықтықтар, майлар мен смазкалар сатады. Бізде қиындық болғанда, қиындық деп айтуға да болмайтын шығар. Біз біріншіден өзімізді ары қарай дамытқымыз келеді. Өзіміздің бизнесімізді ары қарай үлкейтіп, ұлғайту үшін повышение квалификация ретінде осы тренингке келдік. Қазіргі таңда бүгін біз өте көп тәжірибе алдық. Себебі бұл тренингтің ерекшелігі бұнда көбінесе теориялық емес, практикалық тәжірибелер көп болды. Менің ойымша бұл көп әсерін тигізеді. Маған практикалық түрде өткені өте қатты ұнады, және де шынайылық. Көбінесе продажаның көп нелерінде, тренингтарында адамдарды үйреткенде какой-то бір скриптпен үйретеді. Осы бағытпен ғана жұмыс істеңіздер. Ал бұл бағытта Исупкарада біз үшін адамгершілікті басты мақсат қылдырып қойды. Сосын практикада қалай адамгершілікпен ары қарай эмоционалдық түрде байланыс жасауға болатынын білдік. Өте керемет, тәжірибесі мол, өзіне уверенный адам біріншіден, және де тәжірибесін басқа адамдармен бөлісуі өте керемет деп санаймын. Артықшылықсыз біріншіден, шынайылықпен, және де біліктілігі өте жоғары. Күмәнданбаңыз, өте керемет тренинг болады деп сендіре аламын.